Біздің үйдің қатыны әлі күнге дейін 18 жастағы қыздай. Бір баладан артық тумады. Айтатын сылтауы денсаулығым жарамайды деп бітеді де тастады. Деген ене телефонды тастап сөзін үзе салды. Келінінің бөлме алдында тұрғанын көрген еді. Мына сөзді естіген Аиданың тамағына ащы өксік тығылғаны рас. Өзін әзер ұстап, дірілдеген даусымен «Апа, шайға жүріңіз». Аиданың келін болғанына 8 жылдан асып барады. Бір ұлды дүниеге әкелген әйелдің ары қарай бала сүюге денсаулығы жарамады. Ол балалық шақтан қалған жарақаты. Бала сүюге кедергі еді. Тағы бала көтеретін болса, мүгедек болу қаупін дәрігер шегелеп тұрып айтқан. Бұл сөзді күйеуі дәрігер болғандықтан өте жақсы біледі. Тағы да балалы бола алмайтынын естіген Аида күйеуіне талай рет ажырасуын айтты. Күйеуі шын сүйгендіктен болар, жаным, ажырасуды мүлде ойлама. Алла бізге бала сыйлады. Баласыз жандар қаншама. Осығанда шүкір ет. Енді ажырасуды айтпа деп ұрысқан болатын. Жалғыз анасы болғандықтан талай анасына да ескерткен. Апа, Аидаға тиісуіңізді қойыңызшы. Немереңіз бар. Бұдан артық не керек? Үйдің берекетін алатын болсаңыз, қызыңызбен тұрыңыз деп ұрысқаны бар. Ұлының сөзін көтере алмай, қызының үйіне кеткен. Көп ұзамай ол жақтан қайтып келді. Күйеу баласы жақтырмаған сірә. Ұлының көзінше момақан ана ол үйден кетісімен келінді жамандап болады. Жалғыз ұлына дүркіретіп той жасап, елге мақтану еді. Алайда ол ойы орындалмай қалды. Аиданың анасы қайтқан еді. Сол үшінде той жасалмай, туыстар арасында Құран оқытып, кішігірім дастархан жайылды. Тойға деп жинаған ақшаға күйеу массаж орталығын ашып берген. Ал енді мұны енесі жақтырмай қалды. Сөз арасында келмей жатып сен қатын ұлымды басынып жатсың деген сөзіне әлде қашан Аиданың құлағы үйренген. Күйеуін сүйгендіктен, сыйлағандықтан осыған дейін енесінің бетіне келген емес. Мамандығы массаж. Аиданың негізгі айтпағы енесін жамандау емес. Бұл әңгімеден әр адам өз денсаулығын бағаласа деген ниетпен өз өмірімді осы парақша арқылы баяндауға бел будым деп кейіпкеріміз бастады. Өз өмірімді бастамас бұрын массажға жиі келетін емделушімнің жағдайын айта кеткім келеді. Өйткені сол жанның жағдайы осы парақшаға баяндауыма себепші болды. Жасы 35-тен асқан келіншек. Дәрігердің ескертуіне қарамай, жыл сайын 4 сәбиді дүниеге әкелген. Әр сәбиден кейін жағдайы нашарлап, енді міне аяқтан тұрудан қалды. Осы жағдай өзіме қатты батты. Аяқсыз өмір сүруді мен де басынан өткізген жан едім. Ол кездері 7-ші сынып оқушысымын. Каратэні үйрену үшін үйірмеге қасып жүрмін. Мақсатым төбелесу емес, өзімді қорғау еді. Анашым, мен үйірмеге кетіп барамын. Жарайды қызым, барып келе ғой, деген анам маңнайымна сүйіп шығарып салды. Негізі бүгін менің туған күнім. Сол үшінде анам ас үйге кіріп, менің жақсы көретін тағамымды дайындауға кірісіп те кеткен. Ал үйден асыға шыққанмен автобусқа жүгіріп келе жатқанда жол ортасында тұрған сүйкімді күшікті көзім шалып қалды. Ол күшік көліктердің даусынан қайда жүрерін білмей тұр. Бар ойым көлік қағып кетпесін деген оймен барып күшікті алуға тырыстым. Алайда жүйткіген көлік мені қағып кетті. Бұл кезде анам торт жасамақ болып жұмыртқа жарып жатқан екен. Кенеттен телефон шырылдап қоя берді. Менің апатқа түскенімді естіген анам бәрін тастап тұра жүгірді. Арада 3 күн өткенде
есімді жиып не болғанын түсіне алар емеспін. Әйтеуір желде есіп жүйткіген көліктің жақындап қалғаны есімде. Ашты, көзін ашты деп айқайлап қуанып кетті Медбике қыз. Онан есік алдында күзеткен анам да маған қарай жүгірді. Сонда дәрігердің рұқсатымен ішке кірген анам менің әлсіз қолдарымды қысып, көз жасын тия алмай жылап: "Қызым, менің ботақаным, аман қалғаныңа шүкір" деп басымнан сипап жатыр. Төсекке таңылған менің барлық жерімді тексерген дәрігер екі аяғымның жансыз екенін аңғарды. Мұны мен де байқап, анама қарай әзер сөйлей бастадым. "Анашым, айтшы, неге менің мына аяқтарым қозғалмайды?" деп сұрадым. Алайда төбемде тұрған дәрігер анамның қасына келіп: "Бәрі жақсы болады. Ал батыр қыз, сен ақылдысың. Сен қайтпас қайсар қыз. Жарайсың, қазірше демалып жата тұр. Біз анаммен сөйлесіп келейік" деп анамды ертіп палатадан шығып кетті. Білесіздер ме, бұндай сөзді анасына айту өте қиын. Алайда шындықты айту дәрігердің парызы. Дәрігер сәл тоқтап: "Апа, қызымыздың омыртқа сүйегі қатты зақымданған. Егер уақыт өткізбей ота жасатсаңыздар, жүріп кетуге мүмкіндігі бар. Білесіз ғой, ондай отаны біздің ауданда жасай алмайды. Оны үлкен қалада ғана жасайды. Мен жолдамасын жазып берейін, алайда сіздерге қомақты қаржы керек" деп бірақ тоқтады. Мына сөз байғұс анамның төбесіне жай түскендей болды. Әлгі мені қағып кеткен адам із-түссіз ғайып болғандай таппады. Бәлкім ақшалы біреу шығар, әйтпесе табылмайтын елес емес шығар. Анама келер болсам, қайтсын, бауыр еті баласы үшін кез келген ана бәріне дайын. Қызым үшін үйімді сатамын деп шешім қабылдады. Бірақ өгей әкем қарсы болып, зар жылаған анам қалай екені белгісіз, әйтеуір көндірген екен. Сонда еңіреп жылаған анамның көз жасын Құдай көрді ме, әлде мамандар мықты болды ма? Әйтеуір маған жасалған ота сәтті өтті. Алайда үйді сатқан анамның пәтер жалғаған күндері басталды. Оған ашынған өгей әкем маған жақтырмай қарайтын. Ал қанша жерден отаны сәтті өтті дегенімен арбаға таңылған маған әлі де біраз қаражат керек еді. Ондай қаражатты қайдан алсын? Анам тағы да сол баяғы өгей әкеме алақан жайды. Алайда өгейдің аты өгей, анамның өзегінен теуіп біраз жерге барды. Тіпті лапыл боқтық сөздерін айтып кете барды. Осы мүгедек үшін үйді сатып, далада қалдық. Енді ақша жоқ. Арбада отырса өзінің кінәсі. Несі бар қайдағы күшікті құтқарып, онан да өзін құтқармай ма? Енді ақша сұрап әуре болма деп жегіп тастады. Мына бір бөлмелі пәтерде бәрі естіледі. Осындай сұмдық сөздерді естігенмен жансыз аяқтарында сабалап ұрып жылай бердім. Мен мүгедек емеспін. Мен қалайда аяғыма тұрамын деп жылап жаттым. Оның үстіне апатқа түскелі сыныптас құрбыларым да телефон шалмайтын болған. Бұл күндер мен үшін азапты күндер болды. Арбаға таңылудың өзі өмірден күдер үзгенмен тең. Жалғыз қалып, жаным құлазыған мен далаға шығып таза ауа жұтқым келді. Тар бөлме, көгерген иіс те бар. Тынысым тарылды. Кейбең тіршілік қойсын ба? Ана мені аулада қалдырып, дүкенге тез барып келемін деді. Аулада ойнап жүрген балаларға қарап, мен отырмын. Менің жаңадан көшіп келгенімді білген сол ауланың өзімен қатарлас бұзықтары жаныма жетіп келді. Үшеуі де осы жердің бұзықтары екен. Біреуі қыз, екеуі ұл. Арбада отырған маған миығынан күліп: "Азик,
қарашы, біздің ауылға ақсақ қыз келіп қалған ба, деп қолын шошайтып, жалғыз қалған маған тиісе бастады. Жанындағы қыз, неменеге бұл жерге көшіп келдіңдер? Мына арбаң да, өзің де ауланың сәнін кетіріп тұрсың. Біздің ауладан басқа жер таппай қалдыңдар ма? Ей, ақсақ, десті жамырасып. Сонда қатты ашуға булыққанмен мазамды алмай, жоғалыңдар деп айтып салдым. Алайда сотқар балалар арбада отырған мені тыңдасын ба? Үшіншісі, ей қыз, бұл сенің аулаң емес, бұл біздің аула. Керек болса, сен бізбен мына ауланың ауасын жұтқаның үшін рұқсат сұрауың керек, деп арбадағы мені итеріп кеп жіберді. Бұзақы балалардың қылығын дүкеннен қайтқан Ерсейіт көріп тұрып жүгірді. Қасында кішкентай қарындасы бар екен. Жетіп кеп бұзақы балаларға ұрсып, ей, бұларың не? Ұяттарың қайда сендердің, деп шүйлікті. Бірақ сотқар балалардың Ерсейітті тыңдайтын түрлері жоқ. Ереке, қорғаушы болып кеткенсің бе? Деп жағасына жармаса кетті. Бұл үш бұзақы мен Ерсейіт бір сыныпта оқиды екен. Мұндай қорлыққа шыдай алмағанмен жылап жібердім. Бұл кезде анам да дүкеннен келе жатты. Мына жерде не болып жатыр деп сұрады. Сонда ғана бұзақы балалар қаша жөнелді. Ерсейіт пен қарындасы маған орнымнан тұруға көмектесіп жатты. Ал өз аяғымен жүре алмағанына іштей қиналған Ерсейітке рахмет айтпай кетіп қалдым. Сол күннен соң мен үйден шықпайтын үй күшікке айналдым. Жүре алмағаным үшін намыстанып, терезеден ғана қарап отырғаннан басқа амалым жоқ. Ал өгей әкем, анам ұрсып, ол кетіп тынды. Арада бала үшін ұрсып қалды. Анам өгей әкемді балаң болады деп алдаған екен. Үйді де сол үшін сатқан. Анам өгей әкеме үйді сатпасаң, ішімдегі балаға түсік жасатамын деген екен. Өгей әкем баласыз. Анам жалған қағазбен жүкті екенін айтып, баяғы мен үшін үйді сатуға мәжбүр еткен. Ол шындықты кешегі соғыстан біліп жатырмын. Ашулы өгей әкем анамды тепкілеп, енді қайтып келмейтіндей боп кетті. Одан кейінгі күніміз күн болмай, біраз уақыт тар бөлмеде үйде қамалып отырамын. Сабақ беретін апайым келіп тұрады. Өте жаны жайсаң, мейірімді. Анам үш жерде жұмыс жасайтын болды. Мен сол терезеден телміріп қарап отырамын. Денсаулығыма байланысты уақытша жәрдемақы тағайындалды. Оны да анамның жұмыстағы бастығы ортаға адам салып жәрдемақыға шығарды. Сол жәрдемақыға массажға бір апта бір рет ғана баруға жетті. Солай менде нәтиже бола бастады. Массажға баратын күнді тағатсыздана күтемін. Анам сол күнді түске дейін ғана жұмыстан сұранып, әкеліп апарып жүрді. Күндер өтіп жатты. Бірде анама демалыс болып, есік алдына өзімнің шыққым келді. Бұрынғыдай емеспін. Массажға барғалы менде үміт пайда болған. Ойлап қоямын. Тағы да анау сотқарлар келсе, жұдырықпен мұрнын сындыратын болып, дайындалып отырмын. Бұл жолы сотқарлар емес, өткенде мені құтқарған Ерсейітті жолықтырдым. Мені көрген ол, ұялғандай, әлде мені елемеді ме, көзімен бір қарап кетіп барады. Бір түрлі болып қалғаным рас. Десе де рахмет айту парызым. Әй бала, өткенде құтқарғаның үшін рахмет дедім. Бұрылып қарады да, ештеңе демеді. Сөйтсем ол Ерсейіт менен ұялып жүрген. Кейіннен қарындасını біліп жатырмын. Ерсейіттің қарындасымен өте жақын араласып кеттім. Басқа менде сырлас құрбы болмады. Менен 3 жасқа кіші болса да, әлі күнге дейін жанашыр құрбым. Арада тағы жылдар өтті. Мен аяққа тұрып жүре бастадым. Анам бойғыз
тапқан табысының бәрін менің еміме жұмсады. Елдің шешелері сияқты бір сәнді көйлекте киіп көрмеді. Маған ғана жаңа киім әперіп, өзі қайдан табатынын білмеймін, әйтеуір біреулердің киімін киіп жүреді. Анашым, әдемі болып жүрші, базардан жаңа киім алшы деймін. Анам болса, сенің еміңе жеткізіп алайын, сосын жарқырап киінетін боламын деп мені алдайтын. Емделіп, аяққа тұрған соң, мен ол кезде ой жеттім. Ал шешем болса, сол баяғы әдеті, енді сенің оқуыңа ақша керек деп, өмірімнің соңына дейін мені ойлаумен өтті. 3-ші рет тұрмыс құрмады. Мен бой жетіп, жан жағыма қарай бастаған шақ. Ерсейітте ер жетті. Алайда сол менен ұялшақтығыма арамызды алыстатты. Қарындасы болса, екеумізді қосуға әуре. Жігіт болып, өз сезімін білдірмесе, мен қыз басыммен қалай сөз саламын. Мың жерден Ерсейітті ұнатсам да, еш уақытта сезімімді білдірген емеспін. Кездескен сәтте де амандық саулықтан басқа ештеңе айтпаймыз. Ал кезінде мені мазақ қылған Азик ізімнен талай жүгірді. Ол да ер жетіп жігіт болды. Бірақ сотқарлығы қалмаған. Ізімнен қалмай сезімін білдіріп жүргенсін, мен оның сезіммен ойнауға бел будым. Кезіндегі қорлығы онан қалды. Ерсейіт бәлкім қызғанып, сезімін білдірер деген оймен Азикпен достығын қабыл алдым. Азамат шымыр денелі, бір қарағанда сүйкімді, әрі қалжыңбас жігіт. Кейде мына өмірге таңғаласың. Мен Азиктің сезіммен ойнап, оның жүрегін жаралап, кек аламын деген жан едім. Алайда ол нәрсе 180 градусқа өзгеріп кетті. Мен бала кезден арман еткен медик саласына оқуға грантпен түстім. Оқуымды колледжден бастап, ары қарай академияны жалғастыруыма тағы анам байғыз себепкер болды. 3 жыл колледжде оқып жүрген Азик екеуміздің махаббат хикаямыз басталды. Я, басында бұл жігіттің сезімін таптайтындай күйде болдым. Біраз уақыт солай жалғасты. Сезімі мен уәдесіне берік Азикті қалай жақсы көріп қалғанымды кеш түсіндім. 3 жыл ішінде екеуміз балаша ойнап, бір-бірімізді қатты жақсы көрдік. Талай қыдырған сәтімізде көп болды. Қанша жерден сотқар болса да, еш уақытта рұқсатымсыз қолымнан ұстамаушы еді. Колледж бітіріп, Алматыға медакадемияға дайындалып жүрдім. Азикпен арамыз енді ғана достықтан өтіп, қол ұстасып, қыз-жігіт сияқты кездесуге шығып жүрдік. Алғаш рет және соңғы рет біздің еріндеріміз табысты. Сол түні бір-бірімізді соңғы рет құшақтап тұрғанымызды білгенімде, әттең 1 сағат емес, таңға дейін құшағынан кетпес едім. Басында айтып кеткендей, Азик баяғы сотқарлығын қоймаған. Бұлай өсуіне анасы кінәлі. Нағашыларының қолында өскен ұл көше ұлдарына қосылып бұзылды. Сондай көше қақтығысының салдарынан бір бала абайсызда өледі. Сол өлімді жазығы жоқ Азикке жаба салады. Сол түні үйіне барған жас баланың қолын қайырып, ментер бөлімшеге әкетіп, әбден қорлаған болып керек. 3 күннен соң Азиктің өлі денесін қара жерге тапсырған Аидаға бұл оқиға өшпес мәңгі жүрегінде жара болып қалды. Мына өмірдің сондай әділетсіздігі жанына батты. Азиктің артында іздеушісіз жоқ екенін білетін тергеушілер адам өлімін мойнына алдырту үшін не істегені Аллаға ғана аян. Аида түсіп тұрған оқуын медакадемиясына оқымай үйде түңіліп жата берді. Кезінде аяқтан жүре алмай түңілген кездегі қасіреті қайта келгендей, өмірге деген өкпесі қара қазандай.
Байғұс ана, қызым-ау, оқуыңды оқы, бәрін ұмытып кетесің деп шырылдап жүр. Жүрегі жараланған қыз анасына да тіл қатпай, ешкім жоқта көз жасына ерік беріп, бір жылы солай өтіп кетті. Анасы қызын сүйреп еріксіз Алматы қаласына көшіп келді. Сүйреп жүріп мед академияға ақылы оқуға тапсырды. Кейіннен Аида өзін қолға алып, грантпен оқып, анасын қуантып қойған еді. Уақыт деген зырғып жатыр. Бар уақытын анасына емес, оқуына арнаған қыз анасының ауырып жүргенінде бейхабар еді. Анасы да сездірмей жүрді. Қызы оқуды тастап кетеді деп ойласа керек. Ал қайтып Азикті ұмыту үшін тек ойлайтыны сабақ болды. Әйтпесе, ғашығын іздеп жүрек құрғыр қайғыратын. Сол үшін де тек сабақтан бас алмай, анасы үйде болғандықтан оның жағдайын ойламады. Анасы тойханада еден жуатын. Арада тағы жылдар өтіп жатты. Академияның 4-ші жылын оқып жатып. Анам соңғы кезде маған: «Қызым, тұрмыс құратын жасқа жеттің. Сенің қуанышыңды көргім келеді» деп көз жасын сығып алатынды шығарды. Анамның бұл сөзі менің жүрегімді жаралады. Өйткені өзіме уәде берген едім. Еш уақытта тұрмыс құрмай, анам екеуміз бірге тұра береміз дейтінмін. Десе де байғұс анамның бұлай айтуы жиілеп кетті. Соңында анамен сөзге келіп ренжісіп тындым. Байғұс анашымай, қысқа ғұмырында менің тұрмысқа шыққанымды көргісі келген екен. Мен сорлы соны түсінбей жүре бердім. Бірде сабақтан ауырып ерте келген едім. Анамның бүк түсіп ауырып жатқанын көрдім. Осынша уақыт ауруын жасырған, асқазан ісігіне шалдыққан. Енді емделуге тым кеш. Академиядан үзіліс алған мен анамның өмірін құтқаруға жүгірдім. Анамның өмірі аурухананың есігін тоздырып жүгіріп жүргенде күйеуіммен таныстым. Хирург дәрігер еді. Менен біраз жасқа үлкендігі бар. Бұрын үйленіп жарасқан. Осы хирургтен барлық мән-жайды сұрастырып, анамды қаншалықты аман алып қалатынымды сұрап жүргенде ол маған ғашық болды. Менің бар ойым анамды құтқару. Арада 5 ай өтсе де, анамға барлық ем-шара жасалса да, ешқандай нәтиже болмады. Өзінің ана өмірге кететінін білген анамның соңғы сөзі, өтініші, ол менің тұрмысқа шыққанымда қалады. Мына өмірде жалғыз қалғанымды байғұс анам қаламайды екен. Жаным, қызым, ең болмаса бір балаң болса да, бұл өмірде жалғыз өтпеші деген анамның соңғы сөздері құлағымда мәңгі жаңғырып тұрды. Көп ұзамай анам бұл өмірден өтті. Мен тағы да күйзеліске түстім. Сол күйзелістен хирург құтқарды. Бастапқыда біз дәрігер мен оқушы ретінде сөйлесіп жүрдік. Арада уақыт өтіп, ол маған сезімін білдірді. Мен анамның өтінішін орындадым. Той болмауын мен өтіндім. Өйткені ол кезде сондай сезімде жүрген едім. Бір балалы болсам, тайып тұрамын деген ниетімде болғаны рас. Алайда тағы да жүрегім екінші рет ғашық болғанымды айта кетейін. Күйеуімнің қамқорлығы, сыйластығы бәрін өзгертті. Қазіргі таңда мен бақытты әйелге айналдым. Алайда бір баладан соң денсаулығым жарамайтын болды. Бұны күйеуім түсінеді. Ал енем әлі күнге дейін түсінбейді. Егер тағы бала туатын болсам, кезіндегі зақымдалған омыртқа сүйегім орнынан тайып, мүгедек болу қаупі өте жоғары. Сондықтан екінші мәрте ана бола алмасам да, денсаулығым маңызды. Мен мүгедек болсам, кімге керекпін? Иә, күйеуім жақсы көреді, сыйлайды. Бірақ бәрібір де пенде ғой. Ал енемді айтпай-ақ қойдым. Менің осы өмірдегі барлық аналарға айтарым. Егер дәрігерлер бала тууға қарсы болса, тыңдаңыздаршы.
Дәрігерлер не білетін еді, соларақ айта береді деген сөзді санадан алып тастаңыздар. Денсаулықты бәрінен биік қойыңыздар. Сіздің денсаулығыңыз ешкімге керек емес. Балаларыңыз үшін өмір сүрсеңіз де, денсаулық бірінші орында болсын. Өмірімді жазған себебім, сәлде болса, денсаулықтың қадірін осы парақшада отырған аналар түсінсе екен деген мақсатпен жаздым. Біздер қазақтың әйелдері еш уақытта өзімізге мүлдем қарамаймыз. Қанша ауырсақ та, қиналсақ та, бар ойлайтынымыз отбасымыз, бала-шаға, күйеу, ата-енемізді бірінші ойлап тұрамыз. Ол шындық. Негізі әңгіме атауы тым өзгеше. Бұл атауды жазушы қыз қойған. Жүрегімде ойып тұрып орын алған азаматқа әлі күнге дейін Құран бағыштап басына барып тұрамын. Анама да солай жасаймын. Ана мен азамат бұл өмірдегі мен үшін ең қымбат жандар. Кезіндегі ерсиет өз теңін тапқан 3 баласы бар әке. Қарындасы менің жан құрбым, Алматыда тұрады. Ол да тұрмыс құрып, баласы бар бақытты жанның бірі. Барлығыңызға зор денсаулық, баянда бақыт тілеймін деп кейіпкеріміз сөзін аяқтады.